Армағайын эфирде әдеттегідей ақшам телеарнасының жаңалықтар топтамасы тізгінде мен Алтынгүл Мәжкен. Бүгін көретіндеріңіз. Сәтбаевта қысқа дайындық шаралары пысықталды. Сәтбаев қаласында прокуратура өкілдері қалалық емхана ұжымымен кездесу өткізді. Экология және цифрландыру Қазақстанның дамуының негізгі бағыттары. Осы тақырыпта біздің әріптесіміз Влада Гацак ой бөліседі. Толығырақ бірнеше минуттан кейін. Прокурорлар алаяқтардан сақ болуға шақырады. Сәтбаевта биылғы жылдың 5-6 қараша күндері қыс 2025 атты штабтық командалық оқу-жаттығу жиын өткізілді. Қысқы кезеңде шұғыл әрекет ету дайындығын арттыру шарасында авариялық құтқару жұмыстары пысықталып, коммуналдық нысандардағы ықтимал ақауларды жою шаралары жүргізілді. Толығырақ Нұрлат Қонысбай жалғастырады. Жиын қаладағы Айнакөл су қоймасы аумағында өтті. Жаттығу алдында қалалық азаматтық қорғау қызметінің жауапты қызметкерлер, сондай-ақ қала тіршілігін қамтамасыз ететін коммуналдық кәсіпорындардың күш құралдары мен техникалардың әзірлігін тексеру мақсатында саптық тұрғызу ұйымдастырылды. Саптық жиын барысында қала әкімі Мұрат Бөрібаев азаматтардың қорғау қызметтерінің басшылары мен жауапты азаматтық қызметтердің төтенше жағдайларды жоюға күштері мен құралдардың дайындығының жай-күйін тыңдап, жедел әрекет ету жасағының дайындық деңгейін бақылады. Бүгін Сәтбаев қаласының азаматтық қорғау құрылымдары және шұғыл әрекет ету жасағының күш құралдары қарап тексерілді, саптық қарау өткізілді. Саптық қарау барысында бірқатар кемшіліктер, анықталған кемшіліктер бойынша әр службаға ескертулер жасалынды, әр қарай жұмыстар жалғасатын болады. Төтенше жағдайлар департаменті мұндай командалық штабтық оқу-жаттығуларды жыл сайын өткізіп келеді. Сап түзеуден басталған шарада қала басшылығы мен өңірлік бөлімшелер азаматтық қорғаудың 13 қызметі мамандарының дайындығын тексеріп бір шолып шықты. Кеншілер қаласында 37 бірлік техника мен 85 маман бар. Қыс 2025. Бүгін біз қала аумағында практикалық іс-шаралар ұйымдастырып жатырмыз. Жеке құрам мен техниканың қысқы уақытқа жедел әрекет ету барысымен таныстық. Жалпы алғанда барлық қызметкерлер қысқы маусымға дайын. Мамандар бұл міндетті тиісті деңгейде орындайды деп сенемін. Жаттығу барысында қыс кезінде жоғалған адамдарды іздестіру, жылу көзіндегі авариялық жағдай, жол апатынан зардап шеккен халықты жылы орынға орналастыру жұмыстары, жылыту пункттерінің азаматтарды қабылдауға дайындығы тексерілді. Айта кетейік, жеке құрамды толыққанды материалдық техникалық базамен қамтамасыз ету мақсатында облыс көлемінде жедел құтқару жасағына әртүрлі мақсатта қолданылатын қайықтар, гидроцикл, квадроцикл, 5 дана Toyota Hilux және өрт сөндіру бөлімдеріне автоцистерналар сатып алынды. Практикалық шара еліміздің барлық өңірінде өткізіліп жатыр. Нұрлат Қонысбай, Мейрамбек Жүкенов, ақшам телеарнасы, Сәтбаев. Сәтбаев қаласында қалалық прокуратура өкілдері емхананың медициналық қызметкерлерімен кездесу өткізді. Басқосудың басты мақсаты құқық бұзушылықтардың алдын алу және азаматтардың құқықтық сауаттылығын арттыру. Мамандар қатысушыларға нақты мысалдар келтіріп, заң талаптарын түсіндірді. Кездесуде қазіргі уақытта өзекті болып отырған интернет алаяқтықтың көбеюі, нашақорлықтың алдын алу, сондай-ақ сталкинг пен кибер қудалау жағдайлары сынды мәселелер талқыланды. Емхана қызметкерлері белсенділік танытып, жеке деректердің қауіпсіздігі мен жалған ақпарат таратудың жауапкершілігі туралы сұрақтар қойды. Интернет алаяқтық дегендер бар, білесіздер ғой, код сұрайды, 4 цифрлық. Ешқашанда кодтарыңызды айтпаңыздар. Жаңа балаңызға бір нәрсе болып қалды, немесе мектепке ситуация болып қалды, жағдай сөйтіп алдауы мүмкін. Прокуратура өкілдері мұндай кездесулердің қоғам үшін маңызы зор екенін атап өтті. Мұндай шаралар халықтың құқықтық сауаттылығын арттырып қана қоймай, түрлі құқық бұзушылықтардың алдын алуға мүмкіндік береді. Қалалық прокуратура еңбек ұжымдарымен осындай түсіндіру кездесулерін тұрақты түрде өткізіп келеді. Негізгі мақсат азаматтарды заң талаптарымен таныстыру, құқықтық мәдениетті қалыптастыру және әркімнің өз құқығын қорғауға жауапкершілікпен қарауына ықпал ету. Өйткені хабардар болу алданудан да, заңсыз әрекеттерден де қорғанудың ең сенімді жолы. Есірткі деген бар бізде. Вроде город, в принципе, маленький, да, в целом, но у нас, честно сказать, наркоманов очень много. Именно в дети в подростковом возрасте. Бұдан бөлек бізде вейп бар. Вейпқа жауапкершілік көзделген, білесіздер ғой, то что вейпті тартуға болмайды, вейпті сатуға болмайды дегендей. Буллингті білесіздер, кибербуллингті білесіздер, жаңа айтып өткендей. Бұдан бөлек тағы да бізде еңбек дауы бар. Еңбек дауының
ең бүйтіп айтып кететін жағдайы сіздерге түсінікті білу үшін, еңбек дауы ол жұмыс беруші мен жұмыскердің арасындағы құқықтық қатынас. Бізде қазір халық былай үйреніп алған, ойбай, проблемам шешілмей ма, мен резонанс создавать етуім керекпін. Ұйымдастырушылардың айтуынша, құқық қорғау органдары мен әлеуметтік мекемелердің өзара ынтымақтастығы қоғамдағы тәртіп пен тұрақтылықты нығайтуға, сондай-ақ қаланың қауіпсіздігін арттыруға ықпал етеді. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Жақында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өз жолдауында жасанды интеллект пен цифрлық трансформация дәуірінде Қазақстанның дамуының негізгі бағыттарын атап өтті. Ұлытау өңірінің ақпараттық талдамалық газеті Жезқазғанский вестник тілшілері де президент бастамаларын қолдап, оларды еліміздің тұрақты дамуының маңызды негізі деп санайды. Қазақстан жасанды интеллект дәуірінде өзекті міндеттер және оларды цифрлық трансформация арқылы шешу атты бағдарламалық құжатта экология мен ақпараттандыру мәселелеріне ерекше назар аударылған. Бұл бағыттар жас мамандар үшін маңызды бағдар болып отыр. Олар Қазақстанның болашағы үшін өздерінің жеке жауапкершілігін түсінеді. Жезқазғанский вестник газетінің тілшісі Влада Гацак атап өткендей, экологиялық тақырыптар мен Таза Қазақстан бағдарламасы табиғатты қорғау мен құрметтеуге тәрбиелеуде шешуші рөл атқарады. Наиболее значимым для меня является... Маған ең маңызды болып көрінетіні экологиялық блок қоған Қазақстан Республикасының су ресурстары мәселесі және Таза Қазақстан Республикалық акциясының дамуы кіреді. Соңғы жылдары бұл бағдарлама елде көптеген ағаштарды отырғызуға, көшелерді тазартуға және заңсыз қоқыс полигонын жоюға мүмкіндік берді. Бұл еліміздің экологиялық болашағын дамытуға үлкен жетістік болып табылады. Цифрлық технологияларды дамыту, экологиялық мәдениетті қалыптастыру және жастардың белсенділігі елдің тұрақты дамуға деген ұмтылысын айқын көрсетеді. Президент жолдауы бақ саласының мамандары үшін де бағдар болып, олардың кәсіби дамуына және Қазақстанның жаңару процесіне белсенді қатысуына мүмкіндік береді. Продолжение курса цифрлық технологияларды дамыту курсын жалғастыру елімізді жаңа деңгейге көтеріп, осы салада дамыған мемлекеттермен қатар тұруға мүмкіндік береді. Мен Қазақстан Республикасының азаматы және бақ өкілі ретінде еліміздің саяси бағытын бақылап, президент жолдауында айтылған жаңа өзгерістерді асыға күтемін. Алтынгүл Мәшкен, Мейрамбек Жукенов, Ақшам телеарнасы, Ұлытау облысы. Соңғы уақытта елімізде алаяқтық деректері жиілеп барады. Әсіресе интернет пен телефон арқылы жасалатын қылмыстардың саны артқан. Осыған байланысты прокуратура өкілдері тұрғындарды сақ болуға шақырып, азаматтарға өз жеке деректерін бөгде адамдарға жария етпеуді ескертеді. Құқық қорғау органдары алаяқтықтың алдын алу бағытындағы жұмыстарды күшейтіп жатыр. Құзырлы орган өкілдерінің айтуынша, қылмыскерлер көбіне әлеуметтік желілер арқылы жалған жарнама таратып, азаматтардың жеке деректерін иемденеді. Мұндай жағдайда алаяқтар кейде тұрғындардың атынан несие рәсімдеп, өзге есепшоттарға ақша аударып жібереді. Осыған байланысты қаладағы ірі сауда орындарында түсіндіру жұмыстары күшейтілді. Қала прокуратурасы мен жергілікті әкімдік бірлесіп, алаяқтықтың алдын алуға бағытталған шараларды жүйелі түрде жүргізіп келеді. Қоғамдық орындарға азаматтарға арналған ескерту және қорғану туралы ақпарат жазылған баннерлер мен плакаттар ілінді. Құрметті қала тұрғындары, соңғы уақытта өзін банк қызметкері ретінде таныстырып, азаматтарды алдау арқылы ақшасын иемденуге тырысатын интернет алаяқтар көбейіп барады. Олар көп жағдайда өздерін банк қызметкері немесе құқық қорғау органдары қызметкері ретінде таныстырады. Сонымен қатар сіздердің телефон номерлеріңізге 4 немесе 6 цифрлы код жіберіп, соларды растау жөнінде ақпараттар сұрайды. Нағыз банк қызметкерлері ешқашан телефон арқылы, пин-код немесе SMS арқылы келген растау кодын сұрамайды. Егер күмәнді қоңырау немесе хабарлама алсаңыз, ешқандай мәлімет бермей, банкке ресми нөмірі арқылы өзіңіз хабарласыңыз. Прокуратура өкілдері халықты сақтыққа шақырып, күмәнді сілтемелер мен жарнамаларға сенбеуге кеңес береді. Осындай жағдайға тап болған тұрғындар QR код арқылы кезекші прокурормен байланысқа шыға алады. Нұрлат Қонысбай, Мейрамбек Жукенов, Ақшам телеарнасы, Сәтбаев. Аптаның 4-ші күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай. Алда орай мәліметі және орыс тіліндегі жаңалықтарымыз. Ал мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Жағымды жаңалықтарда жолыққанша аман сау болыңыздар.